Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгін тікелей арнада жаңалықтар. Сіздермен бірге болатын мен Аяулым Қалиқызы, бүгінгі жаңалықтарда көретіндеріңіз. Нөмір 200 орта мектебінде үрттас тәрбие жобасы аясында әке тәрбиесі тағылым жобасы өткізіп дәстүрге айналдырдық. Ал енді бүгінгі бағдарламамыздың қонағы Асқарұлы Еркін мырза. Ал Еркін мырза, қош келдіңіз. Бүгінгі сіздің бағдарламамызға көргеніңізге қуаныштымыз. Қош көрдік. Уақытша әңгіме дүкенімізді жалғастырсақ, ал сіздерге келесі сюжетті тамашалауға шақырамын. Ұстаздық жол ұлы жол, нұрлы жол, жүректерге білім сепкен гүлді жол. Сіздей жанның еңбегімен елесіп, көркейгені адалдықтың үлгісі. Отбасыңыз жылылықтың мекені, қуаныш пен мейірімге жетеледі. Ұрпақтары абыройлы, ардақты, текті жанның жалғасы болып кетеді. Әрі қарай жалғастырсақ, осы қара шаңырақта отырған 5 баланың әкесі, сондай-ақ ауылымыздың бетке тұтар отбасы, әрі педагог ұжымы өнерлі отбасы деп айтуға тұрарлықтай дәрежедесіздер. Осы өміріме шүкіршілік етемін. 5 баламнан 14 немере көріп отырмын. Жұбайым Күләш екеуміз бейнеттің зейнетін көріп отырмыз. Қазір балаларым осы біздің педагогика саламызды ары қарай дамытып отыр. Bir жағынан кейде мені ойландырады. Отбасымызбен өнерлі, сегіз қырлы, бір сырлы жандарға толы. Ал енді осы сәтте сіздің 213 орта мектебінің дене шынықтыру пәнінен берген болатыңыз. Ал қазір зейнет жасындасыз. Ал енді осы балаларыңыз да сіздің жолыңызды қуып ұстаз атанды. Ал олардың таңдауында сіздің көзқарасыңыз қандай болды? Жалпы мен олардың мамандық таңдауына ешқандай ықпал еттім деп ойламаймын. Олардың негізі тәрбиесінде болса керек, қанында болса керек. Олар өздері осы педагогика саласын таңдады. Қазір балалар да, келіндер де осы мектепте педагогика саласында жұмыс атқарады. Немерелерім осы мектепте білім алуда. Ал қазағым айтқандай, әке көрген олжаны, шеше көрген тоң пішер дегендей, бүгінгі сөзімді жерге тастамай келгеніңізге алғысым шексіз. Ал Еркін мырза, ұрпағыңызбен мың жасаңыз. Рахмет. Ал құрметті көрермендер, осындай керемет нотада бағдарламамызды аяқтасақ. Сіздермен болған мен Аяулым Қалиқызы, келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.